Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Жақында ғана өзімнің туған ағам Жанат қаланың орталығынан үй сатып алған болатын. Орталық деген аты болмаса сенуіңізді әсте қиын. Бұл маңда у-шуы көп көлік аталуда саябыр. Осыдан 30-40 жыл бұрын салынған үй болса керек. Төменгі жағындағы кірпіштеріне су тиіп үгіліп, ірге тасы жерге кіріп көрінбей қалған. Арзанға түскені көрініп тұр. Әйтпесе қала тұрғындары мұндай үйдің құр орнына ат басындай алтын сұраудан да тайынбайтын заман болып алды емес пе? Сол үйдегі анау-мынау құрылыс жұмыстарын жалғыз өзім жасадым. Күні бойға ауыр жұмыстан шаршағандықтан шығар, балғын денеме көрпе тиісімен ұйықтап кетіппін. Не өңім, не қорқынышты түсім екені белгісіз. Тұншығып бара жатыр екен. Бір заматта өз-өзіме келгендей болып есімді жинай бастадым. Кіреслі-шығасылы сәтте аңғарғаным бір алапат күш тамағымнан алып тұншықтырып жатқандай. Алқымыма батқан біреудің күшті саусақтарын сездім. Өкпеме ауа жетпей, булыққан күйі ояна келсем, кеудеме бір қыз мініп алыпты. Төбе құйқамнан біреу тыз еткізіп ұрып қалған сияқты болды. Үстінде қандай киімі болғанын есіме сақтамаппын. Өлім мен өмір, үрей мен қорқыныштың арасында жатқан адамда қайдан ес болсын? О сұмдық, бұл кім? Бұрын соңды көрмеген адамым. Жүрегімнің дүрсілі құлаққа естіліп, шыбын жанымның шырылдап кеткені соншалық. Ке деген екі әріп дауысымнан әрең шығардым. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Әлде кет жоғала албасты деп айтқым келді ме білмеймін. Тіпті ол жағы маған әлі күнге белгісіз. Аузымнан шыққан екі әріптен соң жаңағы қыздың саусақтары болымсыз ғана босай бастады. Санама сан алуан ойлар келіп, бір сәт ол да менде қимылсыз қалдық. Сәлден соң адам шошырлық дауыспен айғай салдым. Дауысымның соншалық сүреңсіздігінен өзімнің де өн бойым шымырлап кетті. Ал ол ғайып болды, түн түнегіне сіңіп. Бұл жерде бір сәтке болсын қалмау керектігімді ойға алып, орнымнан тұрып үлгерген бетте сыртқа қаша жөнелдім. Жөн арқама біреудің тырнақтары тағы батты. Мені үйдің ішінде қалтырап өлтірмек пе? Бұл ұры ма әлде жын шайтан ба? Сыртқы есіктің ілгегін көтеріп қалдым да, есікті бірақ теуіп шығып, лезде артыма бұрылдым. Ешкім жоқ. Жын ұрды деген осы шығар. Не үшін қашып шықтым? Ұры қарақшы дейін десең, басы мауқиып ұйықтап жатқан менде несі бар? Оның үстіне қатты ұйықтап жатыр екем. Ұрлыққа түскен болса, анау-мынау заттарды алып қаша жөнелмес пе еді? Алайда мұнда ешқандай жиһаз болмағандықтан мені өлтіріп кетпек болды ма екен? Үйге қалай кірген? Сыртқы есік жабық тұр ғой. Ұры болса қайда кетті? Қалай қарай қашты? Көруім керек еді. Қайдағы ұры? Ол әйел ғой. Міне, осындай жұмбақ пен қорқынышқа толы сұраулы ойларыммен алпарысып алақтадым да қалдым. Жартылай жалаңаш қалпыммен далада тұрғанымды аңғардым. Есімнің жинала бастағанынан немесе ұйқымның шайдай ашылып кетуінен болар. Тәйірі, қорыққанға қос көрінеді деген. Мүмкін қорқынышты түсім болар. Қайтадан үйге қарай беттедім. Ақырын адымдап тыңдадым. Өзімше тұрып алып, өлі тыныштық. Жаңағы қорқынышты елес болмаған тәрізді. Не үшін сыртта жүрмін? Ол егер шынымен болмаса. Түнгі жылымық желден бойым жеңілдеп қалған сияқты. Жаңағы өзім тұра қашқан орныма келіп, қайта жаттым. Аяқ қолда аздаған діріл, көңілде ептеп қорқыныш білінеді. Тас қылып көрпені қысып жатып, көзімді одан әрмен қаттырақ жұмып жата бердім. Шын үрей билегенде ұйқыда келер емес. Тезірек ұйықтап кетсем екен. Жаңағы қорқынышты түсім ғой. Тек жақсы түс көрейінші. Жаппар иеме жалынып жатырмын. Көзім ілінер-ілінбесте бір тықыр естілді. Құлағыма жақын маңда біреу жүрген секілді. Көзімді ақырын ашып, өзім жатқан төсектің бас жағына қарадым. Бетіме адамның көлеңкесі түсті. О сұмдық. Енді байқадым. Босағада шаштарын жайып жіберген жаңағы бейтаныс сұлу тұр. Басымды көтере салдым да, аз уақыт бұрынғы әрекетімді қайталап, тағы да табытта жатқан адамды аяғынан тік тұрғызарлық дауыспен айғай сала айбат шектім. Ол тағы да ғайып болды. Тағы да қараңғылыққа сіңіп кете барды. Шығуға беттеп, есікке жақындай бергенімде, тоқташы деген әйел дауысын құлағыма шалды. Үйде қараңғы түнектен қорқынышты дауысты есту неткен ауыр еді. Далаға жүгіріп шықтым. Табалдырықтан аттай бере әйел күлкісі естілді. Сондай бір қорқынышты. Тап, біреудің мені әжуалап күліп тұрғаны іспетті. Ауланың сыртына қарайладым. Бәрі ұйқыда жатыр.
жарық аталудан еш сыңай білінбейді. Аспанда көрінген айда бұлт арасына жасырынды. Түн түнегінде екі жан қалған сияқтымыз, мен және ол. Егер ол жан болса әрине. Сірә мен жалғыз шығармын. Үйге қайтып беттемедім. Таң уағының жақын екенін де сездім. Ауланың ішіндегі бір кісілік орындықта отыра бердім. Дәл осы жерде ештеңеде қорқыныш емес секілді. Қалай оянғаным, қалай қашып шыққаным, оның шашы, көзі, оның қорқынышты көзі, маған қарағаны, бәрі көз алдымнан тізіліп өтіп жатыр. Бұл не жұмбақ? Мен мұндай дүниелерді тек шетел киноларынан ғана көргенмін. Көрдім деймін ғой, көруге мүлде құштар емес дедім. Біртүрлі жаным түршігетін. Ал сондай жағдай менің басымда болып өткеніне сене алар емеспін. Көз ілмедім. Санамда сапырласқан ойлармен таңды да атадым ғой әйтеуір. Оған да тәубе. Төңірек күн сәулесіне шомыла бастағанда үйге кірдім. Түндегідей емес, ешқандай да қорқыныш жоқ. Түк те болмаған сияқты. Тап-тамаша үй. Түндегі орныма барып қайта жаттым. Алай-дүлей көңіл басылып қалған. Жүректің мазасызданғаны да білінер емес. Айнала жарық. Түндегі елес, түн түнегі енді мені жұталмастай. Ұйықтап кетіппін. Біреудің самбырлағанын, міне қасыма келгенін сездім. Түртіп қалды. Кірпіктерім бір-бірінен айырылысқан кезде түндегі айғайға басам ба деген ой келген. Бірақ қасымда тұрған Жанат ағам екен. «Я, Батыр, қалың қалай?» деді ағам жымиып. Маған сұраулы жүзін қадап алыпты. Бет-бейнемнен жағдайымның жақсы еместігі көрінген болар. Жаман. Түні бойы ұйқы көрмедім. Бұл үйде елес бар екен, дедім мен. Қайдағы елес? Үйін үйде жалғыз жатып елегізгендікі, деді Жанат. Жай бірақат қана. Мен орнымнан атып тұрып ағама қарай жақын бардым да, шын айтам сізге, тамағымнан алып қылқындырды. Шаштарын жайып жіберген бір ару қыз екен. Тіпті жан түршігерлік күлкісін айтсаңшы. Дедім де, кешегі түннің қорқынышын елестетіп, тосырқап қалдым. Ол кезде ағам маған жақындау жерде тұрған орындыққа жайғасқан еді. Мен сені ен үйде қалған күзетші десем, өзің бір су жүрек екенсің ғой. Жарайды, енді бұдан бұлай қасыңа біреуді қонуға шақырып ал. Әйтпесе, арықұс тағы бір жолы тамағыңнан аймалақ түгіл сүйіп кетер. Елес мүмкін өзіңнің мойын бұрмаған қыздарың шығар, түнде келіп қорқытып өш алып жүрген. Ондай қыздарың жоқ па? Алдымен соны анықтап алу керек. Біле білсең, өмірде махаббат азабын тартқан әйелден қорқу керек деген сөз бар, деді ағам. Маған біраз уақыт ұшалақтай қарап бөгелді де қарқылдай күлді. Күлкісі түндегі елес қыздың күлкісіндей біртүрлі жаман болып шықты. Ағамның күлкісінен аралас түндегі күлкіде құлағымның түбіне әлсін-әлсін жеткендей бір мазасыз күй кештім. Қайдағы өш алушы қыздар? Сіз неге сенбейсіз? Өз көзіммен көрдім, шаштарын жайып жіберген бір арудың кеудеме мініп, мені буындырып жатқанын. Босағада телміріп қарап тұрғандағы жанары өңменімнен өтеді. Әрине, сізге еш нәрсе қорқынышсыз. Таң ата үйге келдіңіз. Түнгі елестің жұрнағы да қалмаған шақта, деп бұрылып кеттім. Қайран қиялымай. Жанат осы жерде үздігіп терең күрсініп алды. Бұрын кәрі жең пәленшекеңнің баласын оқуға соғып кетіпті, деп мүсіркеп отырушы еді. Оқу соққан адам сендей болар, түндегі елес емес. Ол сенің қалың кітаптардан оқыған кейіпкерлерінің жинақталып, қыз болып қорқынышты түсіңе енуі. Басқа бір нәрсенің барына өз басым сенгім келмейді. Осы қаланың басқа аудандарындағыдай, бұл жердегі үйлер бақсы замандағы бейіттердің үстіне салынбаған. Аз білсең көп өмір сүресің, дейтін беді, сені оқу соққан. Әлде жақын күндері шетелдің ужас киноларына телміріп көз майыңды тауысып бедің. Кино? Оқу? Не деп кеттіңіз? Бар деймін мұнда. Болған кеше, басымнан кешірдім. Дей бергенімде ағам орнынан тұруға ыңғайлап. Жарайды, бар болса бар шығар. Өзің қорқысаң да өзгені қорқытпа. Оны қойшы. Мен тапсырған шаруаларды бітірдің бе? Деді немқұрайлы еріндерін шыбырлатып. Я, дедім, қинала жауап қатып. Оның мүлде кешегі оқиғаны ұғып та,
сезініп те тұрмағанын байқап, төсекке барып қайта жаттым. Өлерде ұйқым келгендіктен. Осыдан былай ағам екеуміздің арамызда бұл жайлы әңгіме болған жоқ. Маған сенбейтінін аңдадым. Ол мені осының бәрін ойынан шығарды деп ойлап жүрді. Жанат ағамның үйін күзетуімді қойғанымнан бастап, маған бір қырсық жабысты. Айықпас дерт деуге келмес. Психологиялық күйзеліс. Тынышым бұзылып, түнгі ұйқым қашты. Қараңғы бөлмеге қарай ұйықтауға бет алғанда, әлгі ару алдымнан шыға келе, құшағын айқара ашып, тұншықтырып тастайтындай еді. Сондықтан кей күндері күндіз ұйықтауға мәжбүр болатынмын. Немесе таң атар атпас төсекке жатып, сабағыма кешігіп баратынды шығардым. Қырсық жабысқан түндегі оқиғаны жолдас жораларыма әңгіме қылып айттым. Көбі сенбеді. Ал қалған азы ешқандай да көмек қолын соза алмай қиналды. Бәлкім сол аздардың өзі осындай қорқынышты дүниені бастарынан кешірді екен. Жанат ағамның аз оқу керек деген ақыл кеңесін артығымен орындап жүрдім. Қалың кітап бетін қойып, жұқалтаң оқулық кітаптарының бетін әрең ашатынмын. Мектепте, яғни сабақ үстінде ғана зауқым болмайтын. Ұйқысы бұзылған адам сабақты қойып тамақты қабылдаудан да қалады екен. Күнім мен түнім өзгергеннен бастап, мінез құлқым да өзгерді. Шын жанашыр достар азайды. Үй ішім, ата-анам, тосын мінезіме таң қалған жоқ. Басында ана бір қорқынышты түннен соң аздап есекем алғам. Артынша естерінен шығардау деймін. Мен сол қалпы ұмыта алмадым. Олар жастықтың отының жалыны жас жігіттің басында деп ойлаған. Біреуге ғашық боп қалу, соны түнімен ойлап, көрер таңды көзімен атырған сан ғашықтың есебінде санап қойыпты. Тұп-тура осылай бір ай жүрдім. Жындануға шақ қалдым. Ендігі мекенімнің жындыхана екенін жүрегім сезіп жүрді. Қияли деп санағаны бар, ғашық боп қапты деп ойлағаны бар. Бәрі менің орнымның жындыхана екенін білді. Ештең айтпайды да. Аянышты сезімге толы көздерім құтқарған шығар. Тек түні бойы далада сенделіп сүйретемін де жүрем құрсы үйлерімді. Бәлкім солай да болар ма еді. Егер Жанат ағам да менің қорқынышты халімді қайталамағанда. Бір күні таңертең Жанат аға келді біздің үйге. Ата-анам жұмыста, менен кейінгі бауырларым сабақта болатын. Ұйқы деген жау ылғи да мені алғашқы сабаққа ұйықтап баруға мәжбүрлейтін. Әрине, бұл менің қырсық жабысқаннан берегі аурум екенін ұғынатын шығарсыз. Күндіз болса да мен үшін түн ұйықтап жатқам. Қалың қалай деп оятты мені. Алқынып жүгіріп келгені білініпті. Ентігіп әзер амандасты. Қалым жақсы, дедім, жаман болса да. Сол елесті ойлап мазаланатын несі бар деп айтама деген күдікпен. Сенің сөзің расқа шықты. Біздің үйде елес бар екен. Дәл өзің айтқандай тамақтан алып буындыратын арудың да барына көзім жеткіздім. Қойыңызшы аға, сіз де қайдағын айтып. Мен сияқты қорқынышты бірдеңе оқыған шығарсыз, дедім мен сәл жымиып. Ойынды ұмытсам да, қалай күлуді әлі естен шығармап едім. Қалжың деп тұрсың ба? Сендім, көрдім, кешірші. Саған сол кезде сенбегенім үшін. Міне, дәл осы түн бойы өкініп шықтым, деді ағам біртүрлі ыңғайсызданып. Манадан бері мені өзінше мазақтағаны болар деп көңіл аудармаған едім. Бір бәленің болғанын су жүрегім бе, қу жүрегім бе сезді-ау әйтеуір. Сонда не болды, дедім. Ағам басын шайқап жұтынып алды да, кеше таңертең жеңгең, қарындасың Әйкерімді ертіп Түркініне кеткен, деп ағам түндегі басынан өткен оқиғасын бастады. Үйде жалғыз қондым. Сенің анада айтқан әңгімеңді онша көп миымда сақтап ойлағам жоқ. Шын сенбеген едім. Қамсыз көңілмен алаңсыз ұйқыға берілдім. Түн ортасында бір оянып, далаға шығып келіп қайта жаттым. Содан бір уақытта деп жалғаса беретін ағамның бұдан былайғы әңгімесі дәл менің басымнан өткендегідей өрбеген екен. Ағам далаға қашып шығыпты. Ағамның тамағы тырналған. Елес қыздың өткір тырнақтары тәнін тілгілеп тастапты. Әңгімесін аяқтап болғанда спорт киімінің алқымын ашып көрсетті. Дәл осы қалпыңызда жеңгейдің алдына апарып, мына кісі сіз жоқта бір жас қыздармен ойнас жасапты. Ләззатқа толы түннің естелігі болсын дегендей тамағына таңба басып кетіпті. Десе сенер ме еді, дедім мен қалжыңдап. Өткен кегімді өзімше қайтарған болып. Қойшы, сене қылжақтай бермей, деп зекіп тастады.
Анау қарсыда тұратын Бекбол көршім сол үйде өз ажалы емес, біреудің қолынан бір қыз өлген деді. Тықылдап сұрай беріп едім, анық-қанығын көшенің басында тұратын Томарбай ақсақал біледі дейді. Не істеу керек? Соған барамыз ба? Деп Жанат ағам қарап отыр. Қамал алар 40-қа келген ағамның шарасыз күйін көріп аяп кеттім. Түнектегі елес әбден селікпесін шығарған сияқты. Осыдан соң еңсені басқан ұйқы қашты. Екеуміз Томарбай ақсақалдың үйіне тарттық. Денсаулық сұраудан басталатын амандасуымызды айтып кіріп барғанда ол үйінде жатты. Бірден білгіміз келген нәрсемізді сұрадық. Темекісін тұтатып алып, ағамның үйіне көз тастап қойды да, мына сендердің үйлерің қарқы сатқан үй, адам тұрақтап болмайды. 6 жыл бойына сатылмай тұр еді, енді сендер алдыңдар. Арзанға түсті ме? Деді Томарбай Жанатқа қарап. $3000 қалдым. Білесің бе, қаланың орталығында мұндай бағаға үй жоқ. Енді ескілеу ғой, содан ба деп ойладым, деді Жанат ағам күмілжіп. Сонда не болған мына үйде? Дедім мен білгім келгендіктен шыдамсызданып. Бұл үйде бір жесір әйел ұлымен тұрған. Күйеуінен жастай қалыпты. Жалғыз өзі ұлын өсірді. Ұлының есімі есімде қалмапты. Ерке шолшаңдау бала еді. Бастауыш сыныпта жүргенде ұрлықпен аты шықты. Сол жылдары осы маңдағылардан ұсақ-түйек заттарын сол ұрлайтын. Көбіне кешіріп шешесіне айтпайтынбыз. Не керек, сол бала өсе бере деп ақсақал аз кідіріс жасады. Бұзық болды ма? Дедім. Арыдан басталған ұзақ сөзді тыңдап отырғанымыздан аңғардым. Жастайынан бұзылды. Темекі, арақ дегендердің бізден көп дәмін татқан шығар ол. Сол кездің өзінде наша шегіп жүретін деп естігем. Сол пақырың үйінде бір қызды зорлап, қылқындырып өлтіріп тастапты. Қыздың өлігін ауласына көміп, қылмысын жасырып жүргенде артынан бәрі ашылды, деді Томарбай. Сонда ана үйдегі елес дей бергенімде тағы бір тал темекісін тұтатып үлгерген ақсақал, сол қыздың аруағы. Өзі сондай сұлу болыпты. Біреудің қолынан өлген немесе жаны тынышталмаған адамның елесі қалады дейді білетіндер. Бұл елес жалғыз сендерде емес, талайдың зәре-құтын қашырған. Ұлы сотталып кеткеннен соң жесір әйел үйін сатып кеткен. Сол үйге көшіп келген бір отбасының ұлы да сол үйде өлді. Бір жұмбақ шақтай. Қалай, өзінен өзіме? Деді Жанат. Талайдан бері үнсіз отырған өзінің бар екенін аңғартқысы келген сияқты. Өзінен өзі өле ме? Сол елестің алақанынан құтыла алмады ғой бейшара. Оның жасы үлкен емес, өзіңдей бозбала болатын, деді Томарбай мені нұсқап. Үйде бала жалғыз қалған ғой. Түннің бір уағында шашы жалбыраған біреу қылқындырған екен. Үйінен қашып айғайлап жүріп, тереземізді қағып бізді оятты. Көршілерінің көбі ішіп алған деген. Есіктерін де ашпады, далаға да шықпады. Жүзіне қарасам ұрттап алғанға ұқсамайды. Артынан еріп үйіне бардым. Терезенің жанынан өте бергенімізде үйдің ішінде біреу жүгіріп өткендей көлбең ете түсті. Орнымда тапжылмай тұрып қалдым, деді Томарбай ақсақал. Біздің бетімізге кезек-кезек үңіліп алды. Не айтқанымды ұғынасың ба дегендей. Мен елестің үйде жүргенін ойша көз алдыма келтірдім. Терезеден ұзақ қарадым, ешкім жоқ секілді. Әлгі балаға қарасам, қаңтардың аязында 2 күн, 2 түн түнеген адамдай қалш-қалш етеді. Қайта бұрылсам, терезенің ар жағынан бір бейтаныс әйелдің ытқып шығып, тістерін ақситып ыржалақтай қарағаны. Қол-аяқта дәрмен жоқ. Аллалап, арт жағыма қарай құлап түстім. Көрші бала қолтығымнан демеді. Біздің үйге қарай зыта жөнелдік. Көршілеріміз әлгі жағдайдан соң көшіп кеткен болар, дедім мен Жанатқа қарап. Саған да ол үйден кету керек деген сыңай білдіріп. Жоқ, олар көшпеді. Бірақ ана бала жынданып кетті. Түнде шошынып айқайлап, далаға қарай бетімен қаша жөнелетінді шығарды. Амалы қалмаған туыстары оны жындыханаға жіберіп тыныштапты. 6 айдан соң бала келді, аман есен жазылып. Басынан өткенінің бәрін ұмытып па? Деді ағам. Есі түзу, есті адам ондайды ұмыта ма?
дәрі дегеннің уақытша ғана тыныштандырғанын болып шықты. Арада 1-2 ай өткенде көрші құлаң шуласты да қалды. Бала бақилық болып кетіпті. Сол үйде ешқандай тіршіліктің белгісі білінбеген соң, жақын жердегі көршілері барып, есікті жұлқыласа, легі ішінен сауып отырыпты. Есік терезесін ары ұрғылайды, бері ұрғылайды. Нышан жоқ. Үйге бұзып кіргендер төсекте жатқан баланың өлігін тауып алыпты. Алқымы тырналған. Көзі алайып, шарасынан шығуға шақ қалғанда жан тәсілім етіпті. Қайта бізді сақтаған екен, деді Жанат тырнақтың ізі қалған жарасын сипалап қойып. Қорқып отырғанын бірден білдім. Дауысында дәлел бар. Енді бір қызығы, деді ақсақал тағы сөйлеуге ыңғайланып. Қызық деймін-ау, қорқынышты дүниені айтам. Баланың өлігін туыстары мәйітханаға апарып тексерткен екен. Жүректің тоқтап қалуы емес, тұншығып, қиналып өлген деген қорытынды шығарыпты, деп Томарбай темекісінің қорабына қолын соза берді. Томарбайдың сол сәттегі түр әлпеті елесті ең алғаш көргендегі қорқыныштың әлі күнге дейін ұмыт бола қоймағанындай көрінді мен үшін. Сол өлген баладан басқа ешкім жұмбақ өліммен ажал құшпады ма, дедім мен. Жоқ, ондай өлім қайталанбады. Бір рет өздерінде қорқынышты көргендер үйді сатып кете беретін болды. Үйдегі елес тек еркектерге ғана тиіседі. Сонда жалғыз қонып, шошынған әйелді естімедім. Менің ойымша, қиналып, қаншер еркектің қолынан дүние салған қыз еркек кіндіктілерден өш алу үстінде. Аруақта болса. Алғашқысында ескертеді. Келесі жолы сол арудың алақанынан құтыла алмайсың, деп Томарбай орнынан тұрды. Темекшіл шалдың сөзінің біткені де біз ұқтық. Томарбайдың үйінен қайтып келе жатқанда, мен Томарбайдың сөзіне сенейін дедім. Нені айтасыз, дедім мен. Жанаттың тағы бірдеңелерді ойын алып келе жатқанын сезіп. Еркек кінділіктілерден өш алып жүр деді ғой, сол рас. Бірде жеңгең жұмысында, мен зауытта түннің жарымына дейін бөгеліп қалғам. Босай сала үйге зуладым. Қандасың әкерім жалғыз еді. Сенің қорқынышты әңгімең ойымнан шықпаған қалпы. Жан ұшыра жетіп барсам, ол алаңсыз ұйықтап жатты. Ешқандай нәрсе мазалаған жоқ, деп қарсы алды. Сол беті Жанат үйін сатып жіберді. Келесі жылы көктемде сол үй орын тепкен ауданда болдым. Қарқыс атқан үй бұзылып, орнында күл қоқыс толып жатты. Өзімнің сол қорқынышты түнде қалай тірі қалғаным жұмбақ. Екінші ретінде де сытылып кеттім ғой. Кейде сол түндегі бейне елестейді. Бір күні келіп, тұншықтырып кететіндей сезінемін. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.